Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 17-ші сабақ 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап, ауызша қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 26 қосу 7. 7 санын 4 қосу 3 деп аламыз. Кейін 26-ға 4-ті қосамыз, және оған 3-ті қосамыз. 26-ға 4-ті қосқанда 30 болады, 30-ға 3-ті қосқанда 33 болады. Келесі 33 азайту 7. 33 санын 20 мен 13 деп аламыз. 13-тен 7-ні азайтамыз. 6 болады. Оған 20-ны қосқанда 26 болады. Екінші тапсырма. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 27 қосу 36. 27 санын 20 және 7 деп алған. Ал 36 санын 30 және 6 деп алған. Одан кейін 20-ға 30-ды қосамыз. 50 болады. 7-ге 6-ны қосамыз. 13 болады. 50-ге 13-ті қосамыз 63. Өрнектің мәні 63-ке тең. Келесі 63 азайту 27. 63 санын 50 және 13 деп алған. Ал 27 санын 20 мен 7-нің қосындысы деп алған. Енді 50-ден 20-ны азайтамыз. 30 болады. 13-тен 7-ні азайтамыз. 6 болады. 30-ға 6-ны қосқанда 36. Өрнектің мәні 36-ға тең. Үшінші тапсырма. Өрнектердің мәнін өзіңе тиімді тәсілмен тап. 68 қосу 4. 4 санын 2 қосу 2 деп аламыз. 68-ге 2-ні қосамыз. Оған тағы 2-ні қосамыз. 68-ге 2-ні қосқанда 70 болады. 2-ні қосамыз 72. Келесі 92 азайту 7. 92 санын 80 және 12 деп аламыз. 80 қосу 12-ден 7-ні азайтамыз. 80 қосу 12-ден 7-ні азайтқанда 5 болады. 80-ге 5-ті қосқанда 85. Келесі 72 санын 60 және 12 деп аламыз. 57 санын 50 және 7 деп аламыз. 60-тан 50-ді азайтамыз. 12-ден 7-ні азайтамыз. 60-тан 50-ді азайтқанда 10 болады. 12-ден 7-ні азайтқанда 5 болады. 10-ға 5-ті қосқанда 15. Келесі 38 санын 30 мен 8 деп аламыз. 54 санын 50 мен 4 деп аламыз. 30-ға 50-ді қосамыз. 8-ге 4-ті қосамыз. 30-ға 50-ді қосқанда 80 болады. 8-ге 4-ті қосқанда 12. 80-ге 12-ні қосқанда 92 болады. Төртінші тапсырма. Жазуды толықтыр және жауабын тап. 54 санын 50 және 4 деп аламыз. 50 қосу 4 қосу 9 болады. 50 қосу 4-ге 9-ды қосқанда 13 болады. 50-ге 13-ті қосқанда 63 болады. Келесі 56 азайту 9. 56 санын 40 және 16 деп аламыз.
16-дан 9-ды азайтамыз. 40 қосу 16-дан 9-ды азайтқанда 7 болады. 40-қа 7-ні қосқанда 47. 48 қосу 26. 48 санын 40 және 8 деп аламыз. 26 санын 20 және 6 деп аламыз. 40-қа 20-ны қосамыз. 8-ге 6-ны қосамыз. 40-қа 20-ны қосқанда 60 болады. 60-қа 8-ге 6-ны қосқанда 14. 60-қа 14-ті қосқанда 74 болады. Келесі 72 азайту 24. 72 санын 60 және 12 деп аламыз. 24 санын 20 және 4 деп аламыз. 60-тан 20-ны азайтамыз. 12-ден 4-ті азайтамыз. 60-тан 20-ны азайтқанда 40 болады. 12-ден 4-ті азайтқанда 8. 40-қа 8-ді қосқанда 48. 50 қосу мұнда 4 қосу 9 болады. Мұнда 50 болады. 4-ке 9-ды қосқанда 13 болады. 2-ні қосқанда 63. Мұнда 16 азайту 9. Мұнда 40 қосу 7 тең 47. Мұнда 26. 40 қосу 20 болады. 8 қосу 6 болады. Тең 60 қосу 14 болады. 74. Мұнда 60 азайту 20 болады. Қосу 12 азайту 4 болады. Мұнда 40 қосу 8 тең 48 болады. 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Атам мен әжемнің 15 немересі бар. Олардың 7-еуі қалада, ал қалғандары ауылда тұрады. Атам мен әжемнің ауылда неше немересі бар? Қалада 7-еуі, ауылда белгісіз. Барлығы 15 немере. Ауылдағыны анықтау үшін барлығы 15 немереден қаладағы 7 немересін азайтамыз. 15 азайту 7 тең 8 немере болады. Бұл ауылда. Жауабы: атам мен әжемнің ауылда 8 немересі бар. Мұнда 8 деп жазсақ болады. 6-шы тапсырма. Тиісті амалдар таңбасы мен белгісіз сандарды тап. 32 шығуы үшін 38-ге 7-ні қосамыз. 45 болады. Енді 77-ден 45-ті азайтамыз. 32 болады. Келесі 68 шығу үшін 86-дан 18-ді азайтамыз. 68 болады. Ал мұнда 68 шығу үшін оған 0-ді қосамыз. Сонда 68. 7-ші тапсырма. Есептеу тәсілдерін түсіндіре отырып шығар. 86 қосу 8. 8 санын 4 қосу 4 деп аламыз. 86-ға 4-ті қосамыз. Оған тағы 4-ті қосамыз. 86-ға 4-ті қосқанда 90 болады. 90-ға 4-ті қосқанда 94 болады. 56 қосу 27. 56 санын 50 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. Ал 27 санын 20 мен 7-ның қосындысы деп аламыз. 50-ге 20-ны қосамыз. 6-ға 7-ні қосамыз. 50-ге 20-ны қосқанда 70 болады. 6-ға 7-ні қосқанда 13. 70-ге 13-ті қосқанда 83 болады. Келесі 82 азайту 6. 82 санын 70 және 12 деп аламыз. 70-ті жазамыз. Қосу
12-ден 6-ны азайтамыз. 70 қосу 12-ден 6-ны азайтқанда 6 болады. 70-ке 6-ны қосқанда 76. Келесі 94 азайту 65. 94 санын 80 және 14 деп аламыз. Ал 65 санын 60 пен 5-тің қосындысы деп аламыз. Енді 80-нен 60-ты азайтамыз. Қосу 14-тен 5-ті азайтамыз. 80-нен 60-ты азайтқанда 20 болады. 14-тен 5-ті азайтқанда 9. 20-ға 9-ды қосқанда 29. Ойлан тап. 8-ші А тапсырмасы. Ағам екеуміз ойыншық балықтар ауладық. Ағам 3 балықтан аулағанда мен 2 балықтан ауладым. Егер барлығы 15 балық болса, онда әрқайсымыз неше балық ауладық? Демек, ағасы 3 балық аулағанда мен 2 балық ауладым дейді. 3 қосу 2. Тағы оған қосамыз. 3 қосу 2. 5, 5, 10 болды. 15 болғанша осы амалды қайталаймыз. Ағам 3 балық, мен 2 балық. Сонда 5, 5, 5 болады. 3, 5-тің қосындысы 15 болады. Енді әрқайсымыз неше балықтан ауладық дейді. Сонда ағасы 3 балықтан аулады. 1, 2, 3. 3 қосу 3, қосу 3. Барлығын қосқанда 9 болады. Бұл ағам. Енді мені анықтаймыз. 2, 2, 2 балықтан аулады. Сонда 2 қосу 2, қосу 2. 2-ден 3 рет аулады. Сонда 6 болады. Бұл мен. Жауабы: ағам 9 балық, мен 6 балық ауладық. Ә нұсқасы: аулада 16 бала ойнап жүрді. 5 баладан басқасы үйлеріне кетті. Неше бала үйлеріне кетті? Барлығы 16 бала ойнап жүр, қалды 5 бала, кетті белгісіз. Оны анықтау үшін барлығы 16 баладан қалған 5 баланы азайтамыз. 16 азайту 5, 11 болады. 11 бала. Жауабы: 11 бала үйлеріне кетті. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.